Амансыңдар ма айналайын көрермен. Мынау қазақтың мәдениет саласына, әдебиет саласына атсалысып жүрген өздеріңізге, онысы мынау Розадай жаңағыдай қайсар қыздарымызға көп рахмет айтамыз. Бұл деген әдебиетке, мәдениетімізге қызмет ету деген сөз, қазақтың тілі мен мәдениетін дамыту деген сөз. Жастар жүрген жерімізде осы жағдайда айтып, осы недерді айтып жүреміз. Бүгін Роза қызымызды біраз уақыттан бері білеміз. Бұлай қарап отырсақ, кейде өзі қыздарымыздың қайсарлығына қарап, өзіміз таңғаламыз. Біз еркектер сәл жалқаулау екенбіз. Бұл кісілер жаңағыдай, бір қарасаң Роза Талдықорғанда жүреді. Бір қарасаң Алматыда жүреді. Шымкент, Түркістан, Астана, сондай ел мекен жерлердің барлығына барып, осы Қырғызстан, Ташкент, Өзбекстанға барады. Сондай өзіміздің қазағымыздың осындай үлкен бір жақсы мәдениетін дәріптеп жүреді. Ол дәріптеу біздің тілімізде дәріптеуге жатады. Солай дәріптеп жүргенде бұл өте бір таңғаламыз, рахмет айтамыз. Ол жеткен жетістіктердің бәріне ете берер. Мен өзім сияқты қыздарға неткен бір өлеңді оқып берейін, сонымен толғайын. Қазақтың қызы, намысшыл нәркес бетке ұстар, үлгеткен жігіт қыздары таң боп сәтте тар, жұлдызы жанған жүйріктей желіп өмірде жүлдесін алған, бабына сайлы тауып нәр. Дос қадал, арлы, арыстан мінез арсалан, жүзінде жылу, жақсыны аңғырт қарсы алған, өмірдің өткір түйсінген өтер кетерін, бір сәттік сыйдан мың сәттік жеміс таңдаған. Ісмерлік зауқын ел жұртқа арнап жеткізген, қыз өмір нәрін ат үсті шауып өткізген, Алланың берген бағдәулет дәурін, нысап пен әлхам жөнімен сүріп сый көрген деп айналайын. Өзіңе арнар едім. Осындай бәрімізде үйде жанұя бар, бәрімізде ел жұртымыз бар, туысымыз бар, бірақ солардың барлығының түсінігін алып, мынандай жақсылық, творчестволық жұмыс жемістерін елге арнап, өздеріңізге арнап жүрген осы Розадай қыздарымыз, мына жерде отырған жаңа Бөраған кластасы Гүлжанаттай қыздарымыз, тағы да қайсар қыздарымыз көп. Розалы Ожадай, мынау отырған Айтгүлдей қыздарымыз осындай ат үсті деп ойлап қалмаңыздар. Осындай өзінің жаңа несімен талай жерге таң қалдырып жүргендеріңізге біз ризамыз айналайын. Денің сау, өмір жасың ұзақ болып, ел жұртыңның алдында абыройлы осындай творчестволық жетістіктерге жете беруге тілектеспін. Роза қызымыз менің де бір екі өлеңімде ән шығарған. Енді оны кейбір үлкен бір концертінде нетіп айтатын шығармыз. Рахмет барлықтарыңызға. Аман жүріңіздер.